Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге бризоль жасаудың ең оңай жолын көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыз. Мен алдымен гарнирін жасап алдым. Гарнирге менде пюре мен күріш болды. Күрішті алдымен осылайынан кішкене майға қуырып алсаңыздар, асты жабыспай жақсы пісетін болады. Кімде мультиварка жоқ егерде. Ал егер кімде мультиварка бар, мультиваркаға сала салсаңыздар да болады. Сол үшін мен осылайынан күрішті бірінші қуырып алдым. Сосын басқа ыдысқа ауыстырып, үстінен кішкене су құясыздар, 2 мм асып тұратындай. Күріштің қайнағанын күтесіздер. Күріш қайнағаннан кейін бетін жауып, жақсылап, сосын астын басып, аз отта піскенше күтетін боламыз. Ал енді бризольға кірісетін боламыз. Ол үшін пиязымызды ұсақ қып турап, фаршқа қосатын боламыз. 25-30 минут қана уақыттарыңызды алады, бірақ өте дәмді болып шығады. Ең оңай жолы, соны сіздерге көрсетіп жатырмын. Фаршқа дәміне қарай тұз қосасыздар, қара бұрыш қосасыздар. Сосын жақсылап тұрып араластырып, дөңгелек қылып, өздеріңіз примерно пішінін келтіріп аласыздар да. Осылай мен сияқты жасайсыздар видеодағыдай. Жаңағы жасап қойған фарштарымыздың біреуісіне бір жұмыртқа кетеді. Каждый бір порцияға сонда бір жұмыртқадан кетеді. Осындай қызып тұрған табаға салып, осылай дөңгелетіп айналдырасыздар. Өзі жайылып шығатын болады. Осыны кішкене бетін жауып қойып қоясыздар. 1 минутқа жетпей даже болады. Сосын осылай ашып қарағанда тура осындай болу керек. Соны аласыздар да келесі бетіне ақырындап аударасыздар. Осылайынан кезекпен пісіре бересіздер. Салмасына ішіне помидор турадым, ұсақ қылдырып помидор турадым, және де қияр қостым. Екеуін турап алып, ыдысқа және де бір тісше сарымсақты қосып, майонез қосып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Сонда бізде ішіне салатын салмасы дайын болады. Салмасын алдын ала жасап қойсаңыздар болады. Бризольдің біреусін пісіріп алғанда ішіне сол арада салып, орап тастасаңыз күшті болып шығады. Өздеріңіз қалауларыңызша әрлеп, әсемдеп бере берсеңіздер болады. Ас болсын. Сіздермен болған айым. Егер осы видео ұнап жатса, осылай жасап жатсаңыздар, қалай шыққанмен менімен бөлісе отырыңыздар комментарийге.